Сәлем, бұл тез мультик. Қараңғы түнек. Алекс қорқып жатыр. Мелман, Марти және Глория кәртейіп кеткен. Өзі де. Бұл түс екен. Марти, Мелман, Глория Алекстің туған күніне арнап тосын сый дайындап қойыпты. Алекс қуанып кетеді. Бірақ туып өскен зоопарктың есіне алып мұңайып қалады. Сондықтан олар өткенде Монте-Карлоға ұшып кеткен пингвиндерге жетіп, Нью-Йоркқа қайтуды шешеді. Сол мезетте пингвиндер мен маймылдар қонақ үйде қуып жүр. Төртеуі Монте-Карлоға сумен жүзіп келді. Алекс тып-тыныш болып ешкімге байқалмауымыз керек деп сыбырлайды. Бірақ арттарынан Джулиан айғайлап өлең айтып келе жатыр. Олар қонақ үй төбесіне шығып, мына тұрған 4 трубаның кім қайсысына кіретінін шешуіміз керек дейді. Кейін олар әйтеуір кіріп, дәу Глория оларды мұжайын деп қалады. Бақыттарына орай ол трубадан шыға берісте тұрып қап оларды езбейді. Алекс пен Марти әйнекті кесіп, достарын тез табады. Бірақ төртеуі мен бастық болам деп дауласып қап, төмен құлап, адамдарды шошытады. Олар жүгіріп келе жатыр. Свет өшіп жанады. Бұл лемурлар қуып кеткен. Қонақ үй қызметкері капитан Дюбуаны шақырады. Дюбуа арыстан бар екенін біліп қуанып кетіп жолға шығады. Есіктер жабылып қалғандықтан Глория өзінше боп есікті сындырам деп шапталады. Оны сырттан мәшіне бұзып, оларды ішке кіргізіп, сыртта тұрған Феррариді мұжып, қаша жөнеледі. Феррари жарылды. Капитан Дюбуа пайда болып, ит сияқты иіскеп, олардың қайда кеткенін сезіп қойып, олардың артынан келе жатыр уже. Джулиан әдеттегідей қуып есікті ашып, оған ұйықтататын дәрі тиеді. Пингвиндер өздерінің бір жоспарлары бойынша мәшінені айдамай, Алекс рөлге отырудан қорыққанын рөлге Марти отырады. Жаман емес, ол жақсы айдайды екен. Дюбуа оларды қуып жетіп, мәшінеге шығып алғандықтан, пингвиндер турбо режимін қосады. Дюбуа ұшып кетеді. Бірақ мәшіненің тормозы жоқ екен. Сөйтіп олар секіріп қонақ үйдің төбесіне түсіп шетінде құлайындап қалады. Олар сыртқа шығады, ұйықтап тұрған Джулианнан басқасы. Бақытымызға орай ол аман қалыпты пингвиндер ұшағының арқасында. Әттегіні Дюбуа келді. Ол Мелманды ұстап үлгереді. Сөйтіп олар ұшып бара жатыр. Алекс оның тросын кесіп тастайды. Дюбуа бассейнде қалады сол. Ұшақтағылар қуанып өлең айтып келатқанда ұшақ бұзылып, олар құлайды. Мортир король Джулианды іздеп, пингвиндер ұшақтың саудасы біткенін хабарлайды. Бұл ұшақ енді ұшпайтынын білдіреді. Төртеуі мұңайып тұрғанда полиция келеді. Біздікілер қашады. Бірақ дыхалкілер өшіп тоқтап, цирк пойызын байқайды. Одан Виталий деген жолбарыс шығады. Алекс көмектесші братан дейді. Виталий бұл пойыз тек цирк жануарлары үшін деп есікті жауып алады. Бір кезде пойыз жүріп кетіп, Алекске бізде цирк жануарларымыз деген өтірікті айтуға тура келеді. Ягуар, яғни теңбілшер қыз шығып, оларды құтқарады. Полицейлер оларды байқамай қалды. Төбеде лемурлар мен пингвиндер. Пойызда Алекстен қандай цирк көрсететіндерін сұрайды. Біздікілер өтірікті соғады. Әңгімеден әңгіме боп, Стефано есімді теңіз арыстаны бізбен бірге Римге жүріңдер деген ұсыныс жасайды. Виталийдің қарсы екенін көрген Алекс, рахмет, біз келесі станцияда түсіп қаламыз. Америкаға қайтқымыз келеді деп бас тартады. Стефано, сәйкестік деп осынайды, біз де Америкаға баратырмыз деп тіл қатады. Біздікілер қашан екенін сұрағанда, Стефано Римнан кейін Лондонға барамыз. Сонда бір промоутер бізге қарап, егер оған циркіміз ұнаса, ол бізді Нью-Йоркқа жібереді дейді. Біздікілер қуанып кетіп, сендермен бірге барайық онда дейді. Бірақ бұған Виталий қарсы. Жолбарыс арыстанға бұқаланып тұрғанда, пингвиндер төбеден түсіп, циркті есінен сатып алғандарын мәлімдейді. Шкипер ол ақшаны прапордың оқуына жинаған айтады. 3 лемур бір қорқынышты вагонға кіреді. Олар қорқып мамық көтендері дірілдейді. Бұл велосипед айдайтын аюдың вагон екен. Джулиан оған ғашық болып қалды. Екі жас қашыққа Марис пен Морт аузын ашып қарап қапты. Сол мезетте Дюбуа олардың цирк жануарларымен қашып кеткенін анықтайды. Рим Колизейінде цирк болайын деп жатыр. Кассирлер маймылдар мен пингвиндер. Қос ғашық Джулиан мен Соня Ватикан қаласында қыдырып жүр. Бір кезде Соняның велосипеді сынып қалады. Олар магазинге кіріп Дукати мотоциклмен шығады. Олардың мотоциклмен кашеніп жүрген Дюбуа көріп қалады. Сол мезетте цирктағылар өнерлерін көрсетуде. Бірақ өнерлері онша емес, адамдарға ұнамады. Стефано құлаққа жағымсыз дыбыстар шығарады. Піл бір бұзық баланың үстіне отырады. Бала жоқ дейсің ғой, ол пілмен кетті. Көрермендердің бәрі кетіп қалды. Олар ақшаларын қайтаруды талап етіп, біздікілер қашуды шешеді. Мейсон мен Фил ақшаларды лақтырып, олар кетеді. Пойызда келе жатып Стефано Алексті сыртқа шақырады. Ол есікті ашқанда шығып кетеді. Қатты жылдамдықпен келатқан ұмытып кетті ғой деймін. Ол соғылайын деп қалып, сальто жасау арқылы аман қалады. Оны Стефано тауып алып, жүр менімен бірге дейді. Ол Алекске цирк бұрындары өте керемет өнер көрсеткенін айтады. Виталий сақиналардан өтетін жұлдыз болған. Ол үстіне оливковый масло, яғни зәйтүн майын құйып ап, кіп-кішкентай сақинадан өтті. Бірақ бір күні ол сақина жанып тұрсын деп артық кетті. Жолбарыс өртеніп кетті. Әрине май деген жақсы жанады ғой. Жыны өсті, бірақ уже бұрынғыдай мамық болмады. Және ол секіруден қорқып қалды. Стефано тек сендер ғана бізге жаңа цирк көрсетіп, бізді құтқара аласыңдар деп мәлімдейді.
Алекс ойланып қап келіседі. Ол келесі күні бәріне жаңа цирк жасауды ұсынғанда бәрі алғашында қарсы болады, бірақ кейін келіседі. Алекс бәрін рухтандырады, тіпті Виталий да келіседі. Кейінірек Стефано зеңбіректен атылып, жартасқа соғылып құлайын деп қап көмекке шақырады. Содан Марти де зеңбіректен атылады. Біраз уақыт ұшып ол да соғылады, бірақ кішкене ыңғайлы жерге. Ол Стефаноны арқанмен түсіріп құтқарады. Алекс қыздар болып киініп алған иттерге кеп, Рико екеуі оларға ұшатын кроссовкалар көрсетеді. Мэлман мен Глория канатқа шығып бірге билейді. Алекс пен Джия трапецияда сальто маральто жасауда. Сосын Алекске шкипер кеп, жақын жерде Дюба жүргенін көрсетіп, тезірек табандарын жалтырату керек екендерін айтады да, олар жолға жиналады. Сол мезетте Виталий сақиналарына қарап, күйіп қалған кездесіне түседі. Ол қорқып қапты кәдімгідей. Лондон қаласы, промоутер отыр. Стефано Алекеңе Виталийдің өнер көрсеткісі келмейтін жылап айтады. Сөйтіп Алекс жолбарысқа кеп, оны өнер көрсетуге көндіреді. Майдың орнына енді ол шашқа арналған кондиционер қолданады. Басында ол жанып тұрған сақинадан өтуге қорқып тұрады, бірақ батылдығын жинап, жанып тұрған сақинадан аманса өтеді. Кейін шоу басталып, аренаға ұшатын домалақпас ит, Джулиан мен Соня, Джия мен Алекс, Мэлман мен Глория және Марти мен Стефано шығып өнер көрсетеді. Промоутер кеп Америкада өтетін турға шақырады. Бәрі қатты қуанады. Тіпті Виталий Алекске досым абрикосым дейді. Кенет Дюбуа кеп арыстанды алып кететін хабарлайды. Пингвиндер Дюбуа мен оның командасының көкесін танытып зеңбірекпен атады. Дюбуа әкелген қағазды көріп Джия мен қалғандары бұлардың зоопарктен екенін түсінеді. Төртеуі амал қалмағанын өтірік айтқандарын айтып ақталады. Цирк командасы ренжіп кетіп қалады. Пингвиндер де прикол ұстап ренжіп кетіп қалады. Джулиан да Сонядан кетеді. Олар Нью-Йорк қаласына жетеді. Стефано Мартисіз өнер көрсетпеймін деп жылайды. Зоопарк командасы зоопаркке кеп, бұл жерде еркіндік аз екенін көріп, цирк олардың үй екенін аңғарады. Кенеттен оларға ұйықтататын дәрілер атылады. Дюбуа мен оның командасы ғой. Джулиан теңселіп Соняға кетеді. Зоопарк қызметкерлері шығып, Дюбуа жануарларды зоопаркке қайтарды деп ойлап қалады. Джулиан Соняға циркке жетеді. Пингвиндер зоопарк командасы торуылға тап болғанын аңғарады. Содан цирк командасы оларға көмектесуді ұйғарады. Төртеуі зоопаркте, торда. Дюбуа сөз сөйлеуге шығып, пистолетін оқтап қолғапқа тығып, Алекске атады. Оны Джия құтқарады. Стефано атылады. Екі піл Дюбуаны екі жақтан езеді. Джулиан мен Соня мотоциклмен Дюбуаға шапалақтары береді. Мэлман мен Глория канатқа шығып билеуде. Виталий кілт кіретін тесіктен өтіп, Мартиді сол тесіктен алып шығады. Сөйтіп олар болды кеттік дейді, бірақ Стефано қалып қапты. Оны Дюбуа ұстап алады. Алекс оны құтқаруды шешіп, командасы мен Стефаноны көтереді, бірақ Дюбуамен бірге. Содан Алекс секундеді Джияға тапсырып, ауада Дюбуамен төбелесіп, оны екі ит құтқарып, Дюбуа Алекстің торында тап болады. Бәрі қуануда. Зоопарк командасы циркте қалуды шешеді. Шкипер Дюбуа мен оның командасын кемемен Мадагаскарға жіберіпті. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Подписаться кнопкасын басып арнаға жазыламыз. Және видеоларды жіберіп алмау үшін колокольчикқа басуды ұмытпа.